Қазір адамдар бір-бірін тәрбиелеймін деп шаршап жүр. Ешкімді тәрбиелемей-ақ тыныш жүріңіздерші. Спокойно өмір сүріңіздерші. Күйеуі әйелін тәрбиелегісі келеді, әйелі күйеуін немесе ата-анасы баласын, енесі келінін. Содан жынданып жүреді. Менің ақылымды алмады, тілімді алмады, тәрбиемді тыңдамады деген сияқты. Менің айтқанымдай, қалағанымдай болмады. Үлкен қателік бұл. Мен тәрбиелеуім керек, немесе мен тәрбиелей алмадым деген сондай нәрсемен күйіп пісіп жүреді. Негізі бәрін тәрбиелейтін, дұрыстайтын, өзгертетін, адам қылатын, жаман қылатын жалғыз Құдай. Ал біз Құдайдың алдына түсіп алып, мен өзгертемін, мен дұрыстаймын, мен адам қыламын, мен деп осылай көптеген адамдар бақытсыз болып, қиналып, шаршап, наоборот, одан сайын тәрбиелеймін деген адамдар жаман болып жатады. Құдай айтпаған сендер тәрбиелеңдер, бір-біріңді дұрыстаңдар деп. Сен өз міндетіңді атқар, өз жұмысыңды жаса. Еркексің ба, әйеліңе жақсы қара, көңіл бөл, бағала, қолда, сабыр ет, кешірімді бол, қателіктерін айта бермей жақсылықтарын айт. Міне ең дұрыс тәрбиелеу осы. Тәрбиелегенге өліп баратса. Сондай жақсы амалың себепті Аллах тағала оны тәрбиелеп дұрыстап, әйелің жақсы болатыны. Дәл сол сияқты күйеуіңді де тәрбиелегің келсе, жақсы әйел бол, сыйла, қолда, тыңда, қарсы келме, риза бол. Сондай жақсы әйелдің амалын жасағанда міне сол нәрседе нәтиже болады, өзгеріс болады. Сол ең үлкен тәрбиелеудің патологы. Тәрбиелеймін, тәрбиеледім деген нәрсені айтпай қойыңыздаршы. Ақымақ адамдар сөйтіп айтады: мен әйелімді тәрбиеледім, күйеуімді, баламды, келінімді, менің айтқаным, менің қалағаным болады деп өзінше болады. Сосын бәрін тәрбиелейтін, дұрыстайтын жалғыз Құдай. Біз тек қана жақсы қарым-қатынас, сыйлау, тыңдау, қолдау деген сияқты өзімізді тәрбиелеу керек. Өзімізді тәрбиелесек, біз үшін Аллах тағала күйеуіңді де, әйеліңді де, балаңды да, енеңді де керек болса, енелерге айтарым, келініңізді де Құдай дұрыстайды. Жақсы ене болыңыз. Осы нәрсені ұмытпай бір-бірімізге ескертіп жүрейікші. Ато барлығы бір-бірін тәрбиелеймін деп шаршап кеткен. Егер отбасылық мәселе болса, жеке консультация алыңыздар.